Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Каз онлайн арнасына қош келдіңіздер. Бұл каналда сіздермен біз БЖБ-лардың жауаптарын талдайтын боламыз. Арнаға тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Олай болса, мен БЖБ-ның жауаптарын басайын. Бұл 5-ші сынып 1-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмалар. Бөлім ақпарат ұсыну бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Енді біз мен айта кететін болсам, сіздерге мен қазір әрбір жауаптың нақтылай дәлелімен келтіруге тырысып отырамын. Жақсы, олай болса, бірінші тапсырмамызға көшейік. Бірінші тапсырмамыз ақпарат дегеніміз не? Мен сіздерге екі кітапта да көрсетемін қазір. Бізде бірінші кітап ол Алматы кітабы, немесе жаңағы екінші кітабымыз Арман Папа. Бізде осы екі кітап берілген. Жасыл Алматы баспасы және де Арман Папа кітап. Біз қай кітаппен оқысақ та осы екі тақырыпқа кездесетін боламыз. Бүгінгі тақырыптың бірінші сұрағы ақпарат дегеніміз не? Енді біздің жауабымыз ақпараттың, қараңыздар, ақпарат дегеніміз латынша информация, түсіндіру, баяндау, мәлімет деген ұғымды білдіреді. Және де ақпарат белгілі бір нәрсе, адам, жануар, құбылыс және тағы басқа туралы символ мен сигнал түрінде берілетін мәлімет дейді. Бізге ақпарат осы бірінші тақырыбымызда тұр жауабы. Және де жасыл кітапта, Арман Папа кітабында белгіленген ақпарат дегеніміз сақтау, өңдеу, жеткізу, пайдалану нысаны болып табылатын қоршаған ортада болып жатқан мәліметтер мен өзгерістер қоршаған орта ақпарат көзі. Енді осы анықтаманы жауап берсек те болады, немесе мынанда жауап берсек болады. Кімде қандай кітап, сол бойынша жауап бергеніміз дұрыс. Олай болса, мен осы кітап бойынша жауаптарыңызды жазып қояйын. Дәл осы сұрақтың жауабын жазып қойсаңыздар болады. Анықтап белгілеп қояйын. Ақпарат латынша деп. Дәл осы жауап жазып қойсаңыздар болады. Жақсы, ақпарат алу, беру, сақтау, өңдеу және қолдану процестер. Бұл процестер бізде ақпарат үдерістер деген процесс. Бұл бізде Арман Папа кітабында жауап кездеседі. Ол біздің осы кітапта кездеседі. Ақпарат үдерістері дейді. Қараңыздар, ақпарат үдерістері компьютерде мәтін жазамыз, өңдейміз, оны қағазға басып шығарып, пошта арқылы жіберуге болады. Демек, бұл ақпаратты өзіміз ғана қолданбай, басқаларға да тарата аламыз. Сол үшін де бұны біз бұл жағдайды ақпараттық үдерістер деп атаймыз бұл процесті. Енді қараңыздар, ақпараттық процестерге нелер жатады? Ақпарат іздеу, ақпарат жинақтау, сақтау, жөнелту, пайдалану және өңдеу ақпараттық үдерістерге жатады. Олай болса, екінші сұраққа түсіндік деп ойлаймын. Келесі, үшінші сұрақ. Бізде, қараңыздар, кестені толтыр, адам сезім мүшелері мен ақпарат түрлері дейді. Бізде сезім мүшелері берілген, және ол қандай ақпарат түріне жататынын белгілейміз. Біз ақпараттың қабылдаудың сезім мүшелерін 5 түрін айтқан болатынбыз. Біріншінің жауабы сипап сезу. Сипап сезу. Екіншісі бізде тіл арқылы біз дәмін сеземіз. Дәм сезу арқылы. Үшіншісі бізде құлақ арқылы біз естиміз. Демек, есту. Ақпараттың түрлі есту арқылы. Төртіншісі бізде көз болғаннан кейін көзбен естиміз, көзбен көреміз. Демек, көру арқылы ақпарат аламыз. Ең соңғысы бізде мұрын. Бұл біз мұрынмен иіс сеземіз. Жаман иістер, жақсы иістер. Көріп алыңыздар. Сезім мүшелері берілген, және де біз ақпарат түрлерін жауап бердік. Жақсы, олай болса келесі сұрақ. Енді қараңыздар, ақпарат беру сызбасын толықтыр дейді.
ақпарат көзі, ақпарат қабылдағыш. Екеуі қалай жүзеге асады дейді. Олайсаңыз мен кітапты көрсетейін сіздерге. Міне, ол бізде ақпарат беру деген тақырыпта кездеседі. Ақпарат беру схемасы. Бірінші ақпарат көзі, одан кейін ақпарат арнасы, одан кейін ақпарат қабылдаушы. Көрдіңіздер ғой, дәл осылай біз мына жерге ақпарат арнасы деген жауапты қоямыз. Жақсы, келесі сұрағымыз бізде суретке қарап ақпарат көзі мен ақпарат қабылдағышын анықтаңдар дейді. Енді бізде бұл жерде ақпарат көзі мен ақпарат қабылдағышты жауабын жазуымыз керек. Енді бұл жерде қарап тұрсаңыздар балалар, бізде ақпарат көзі бағдаршам болып тұр. Біз бағдаршамға қарап қызыл немесе жасыл жанғанда тоқтаймыз, жасыл жанғанда жүреміз деген сияқты біз бағдаршамнан ақпарат аламыз. Демек жауабымыз біздің бағдаршам болады. Жақсы, және де енді ақпарат қабылдағышы кім? Бізде ақпарат қабылдағыш бала және қыз болып тұр. Дәл осылай жауапты жазып қоямыз. Жақсы, келесі 5-ші сұрақтың жауабын жаздық. Одан кейін 6-ші сұрақ. Морзе әліппесін қолданып сөзді декодтаңдар дейді. Енді біз ақпаратты шифрлау деген сияқты тақырыптарды өткенбіз. Сол кезде бізге Морзе әліппесін байқағанбыз. Дәл осы жерден қарасаңыздар, бірінші сұрақта міне, екі сызық ортасында бір нүкте. Екі сызық ортасында бізде қараңыздар. Екі сызық ортасында бір нүкте К. К деп жазамыз. Екіншісі үш сызық. Үш сызық бізде тікелей тұрған. Ол О деген әріпті береді екен. Байқасаңыздар, О деген әріпті беріп тұр. Белгілеймін. Келесі екі сызық. Екі сызық. Осы Морзе әліппесін ашып аламыз. Байқасаңыздар, М деп тұр. Морзе әліппесін көріп, қалғандарын салыстырыңыздар. Ал мен белгілеп қояйын бәрін. Дұрыс жауап осылар. БЖБ жауаптары түсінікті болды деп ойлаймын. Алдағы уақыттарда арнамызда болыңыздар. Арнаға тіркеліп, комментарий қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Сіздермен болған Каз онлайн. Рахмет сіздерге. Сау болыңыздар.